Шашаң кезде көрсетіңіз бізге. Вам воду принесите или зажечь? Нет, ладно, выдержим. А завтра тогда поставим, да, стакан воды? Завтра поставлю. Что-то я... Кеш жарық құрметті сайлаушылар, көрермендер, тыңдармандар. Бүгінгі тікелей эфирімізді тағы да жалғастыратын боламыз. Бүгінгі күннің өзекті тақырыбы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері, көп қабатты үйлерді жайлы әрі қауіпсіз етудің жолдарын талқылайтын боламыз. Төлеутай Сатайұлы, кеш жарық. Өзіңіз тікелей эфирдесіз. Сізге бірінші қояр сауалымыз. Енді қазір ауыл партиясы атынан сіз сайлауға түсіп жатқандықтан, ауыл партиясы мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесі екеуінің арасында қандай байланыс бар? Ауыл дегенде әдетте сіздің оқырмандарыңыз, тыңдармандарыңыз ауыл жағдайын елестетеді көз алдына, ал бүгінгі біздің өзекті алып отырған тақырыбымыз тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері. Осыған тоқталсаңыз. Қайырлы кеш, рахмет Меруерт. Өте өзекті бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы. Бұл қала тұрғындарының, оның сыртында да айтып көреді, ауыл тұрғындарының да алаңдататын бұл үлкен мәселе. Мен де тағы да бір рет өзімді таныстыра кетейін. Менің атым Төлеутай Рахимбеков. Мен ауыл партиясы атынан, ауыл партиясының 4-ші ақпан күні өткен съезі шешімі бойынша бір мандаттық, нөмір екінші бір мандаттық округ бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттығына кандидат ретінде түсіп жатыр. Бұл екінші округқа Астана қаласының Есіл және Сарыарқа аудандары кіреді. Сондықтан барша тыңдармандарға, барша қазір көріп отырған осы Facebook арқылы, Instagram арқылы қатысып отқан азаматтарды, азаматшаларды 19 наурыз күні сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауларын жасауға шақырамын. Ал енді жаңа тікелей өз сұрағыңызды айтатын болсақ, әрине біріншіден азық түлік, тамақ, халықты ойландыратын, екінші денсаулық әрине. Тағы да бір айта кететін өзекті бір мәселе, әр адамды алаңдататын бұл өмір сүру жағдайы. Тұрғын үй, оның ішінде қаладағы көп қабатты, көп пәтерлі үйлер дейміз, сол үйлердегі қалай жайлы және қауіпсіз өмір сүру жағдайын жасау. Өкінішке орай біз көріп отырмыз, біліп отырмыз, көп қалаларда, оның ішінде мына өзіміздің елордамыз Астананың өзінде 10 жағалауында қаншама 50-60 жыл болған бұрын салынған үйлер тұр. Солардың жағдайы қандай екен? Жылу беру саласы, су беру, кәріздің жағдайы, электрқуатпен қамтамасыз ету, газбен қамтамасыз ету, тіпті қаланы абаттандыру мәселесі. Осылардың барлығы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына кіреді. Әрине Ол қала тұрғынның жаңағы айтып отырған жайлы және қауіпсіз өмір сүруіне тікелей әсер ететін жағдайлар. Иә, мына Астана қаласы өзіңіз айтқандай күннен күнге өсіп келе жатыр ғой. Сондықтан да ескі үйлер көп, салынып жатқан жаңа үйлер көп. Қазір тұрғындардың арасында сол енді ескі үйлерде қоныстанған адамдардың мәселелері қатты ойландырады деп ойлаймын. Сонда өзіңіз мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесі дегенде бірінші мәселе осыны айтар едіңіз ғой. Әрине, бірінші мәселе жаңағы енді адам деген өзі үйі ғой. Өз үйіне таңертең мысалы жұмысы болса, таңертең жұмысқа кетеді, кешке жұмыстан қайтып келгеннен кейін жақсылап, жайлап отырып, шайын ішіп, тамағын ішіп, демалғысы келеді. Осы қалай біз жағдай жасаймыз, жаңағы жайлы жағдайды. Меніңше, тіпті жаңағы көп қабатты тұрғын үйде өмір сүргеннен кейін ол бір қалаға барғанда мысалы қонақ үйде орналасқан сияқты болу керек деп ойлаймын. Мысалы біздің басымыз еш нәрсеге ауырмайды. Электрқуат неге жоқ, су неге тоқтап қалды, басқа бір жағдай болса біз бірақ телефонды білеміз. Астындағы рецепшн. Соған звонить етеміз де өз талабымызды қоямыз, тіпті ұрсамыз барып, жағдайымды жасап бер, мен ақшамды төлеп отырмын дегендей. Дәл сондай мысалы көп қабатты тұрғын үйдегі орналасқан пәтерлерінде жағдай сондай болу. Ал керісінше қазір тіпті әр пәтер иесіне мысалы сұрақ қойсын, оның енді қазір мына ұялы телефонда жазылады ғой телефондар.
слесарь, сварщик, электрик, сантехник қаптаған жара Вася, Петя, Мишаның телефондары жүреді. А менің ойымша бір диспетчердің телефоны болу керек. Басқа ешқандай менің проблемам, мәселем болмау керек. Түнгі сағат 2-де болсын, күндізгі сағат 3-де болсын. Қандай мәселе туындады, соны қысқа мерзімде маған шешіп беру керек. Мен оған еш нәрсеге уайымдамауым керек, оған ойланбауым керек. Бірінші тамақ, екінші әрине қазақ айтады денсаулық, үшінші деп айтуға болады жаңағы тұрғын үй өмір сүру жағдайы. Добрый вечер. Продолжим наши вопросы. Объясните, пожалуйста, что такое ОСИ? Это совершенно новая форма управления жилищным фондом или, так скажем, современное название ЖКХ? Нет, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Многие люди на самом деле путаются. Наши чиновники не соизволили провести разъяснительную работу, не объяснили. На самом деле, давайте немножко уйдем в историю. 95-96 год. Вот были две сферы, когда мы 1 января 92 года все вдруг в один момент вступили в рыночную экономику. Наше правительство удержало в государственных руках две сферы. Это сельское хозяйство. Почему? Чтобы переход к рынку, или так называемая шоковая терапия, резкий рост на продукты питания не ударил по нашим гражданам. Второе, точно так же в государственных руках удержало жилищно-коммунальное хозяйство, управление домами. Они находились в государственных руках примерно до 95-96 года. В зиму с 94 на 95 первый был проведен эксперимент. Создали первый КСК, кооперативы собственников квартиры в Джесказгане. На его опыте в 96 году написали закон о жилищных отношениях, который был принят в апреле 97 года. Вообще это была правильная форма. Кооператив как орган самоуправления многоквартирным жилым домом. Ну вот представьте, жилой дом, пусть там 4 квартиры, 8 квартир, 108 квартир или 500 квартир, но все эти квартиры имеют еще общее неделимое имущество. Это фундамент, это крыша, это наружные стены, это лестничные площадки, лифты, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и так далее. Все они по отдельности для каждой квартиры существовать не могут. Они работают в одном едином целом комплексе. Ну, каждый хозяин квартиры, конечно, за это отвечать не хочет. Но без существования единого комплекса не может быть отдельных квартир. Поэтому как им управлять, как его содержать, вот это неделимое имущество, которое называется кондоминиум. Вот для этого создавались с 1997 года КСК, кооперативы собственников квартир. Это было правильно сделано. Это было по опыту Восточной Европы. Но изначально КСК создавался как орган самоуправления. Была даже такая формула: один дом – это один неделимый кондоминиум, вот это неделимое имущество, и один КСК. То есть подразумевалось, что в одном доме может быть только один КСК, и один КСК может управлять одним домом. Но, к сожалению, потом со временем пошло так, что в одном КСК оказывались 2 дома, 4 дома, 8 домов. И я помню даже в Алмате, кажется, был один КСК такой, рекордсмен в кавычках, 108 домов управлял. Это было неправильно. Естественно, возникало очень много нареканий и так далее. И мы в 2011-2012 году еще предлагали: давайте сделаем реформу, вернем КСК к истинному первому предназначению, чтобы он занимался чисто вот как общественный орган самоуправления. Я даже предлагал так: ну не нравится вам название КСК, назовите его АСК. Не кооператив собственников квартир, а ассоциация собственников квартир. Но вот это дело двигалось, и где-то в 17-18, кажется, уже приняли изменения в закон о жилищных отношениях, назвали это ОСИ, объединение собственников имущества. Но это фактически тот же самый кооператив, только вид сбоку. Түсінікті. Мынау тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын модернизациялау бойынша сіз 2013 жылдары қанат қақты бағдарламаның бір ретінде үйді мынау модернизация жасау үшін осы Астана қаласында Күйшідина көшесінде орналасқан 37-ші үйді ең алғашқы жоба ретінде осы жобаны істеп шықтыңыздар, алып шықтыңыздар.
жалпы ол сол үй туралы айтып берсеңіз, одан мынау тұрғындар не ұтты? Сол ары қарай мынау қанат қақты бірінші жоба болды, ары қарай алып кете алды ма оны? Басқа үйлер. Өте орынды сұрақ. Жаңағы әлгі басты мәселелердің ішіндегі айтып отырған мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы дейміз ғой, қаланың жалпы коммуналдық шаруашылығының ішіне жаңа тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы кіреді. Бұл азаматтардың, қала тұрғындарының жаңағы жайлы, қолайлы, қауіпсіз өмір сүру жағдайын жасайтын шаруашылық. Сол үйлерді жаңағы жөндеу барысында 2011 жылы сәуір айында, осы күні есімде, үкімет өз қаулысымен бағдарлама қабылдады. Осы көп қабатты үйлерді термомодернизация арқылы күрделі жөндеу өткізу туралы. Осы жерді анықтасақ, мысалы үшін сол кезде көп қабатты үйде тұратын адамдардың көпшілігі тек ремонт, күрделі жөндеуден өткізу ғана деп есептеді де, көбісі сондай жөндеуді қабылдап алды. Ал сіз жасаған үйде термомодернизация? Жоқ, ол күрделі жөндеу, термомодернизация оның ішінде болатын. Мен айта кетейін қазір. Сол кезде мен үкімет шенеуніктеріне де тиісті министрліктің, агенттіктің ол кезде бар шенеуніктеріне де айттым. Мынау өте үлкен жұмыс. Бұл тікелей халықпен байланысты. Өзі екі сала бар, қайта-қайта айтамын. Ауыл шаруашылығы мен мысалы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы. Бұл екі салада тікелей азаматтармен, тікелей адамдармен байланысты әр жұмысы. Мысалы құрылысты алсақ, үй салынатын болса, жол салынатын болса, мектеп салынатын болса, біреу мысалы тендер арқылы ақшаны ұтып алады да кетеді салуға бір 200 жұмыскермен бірге. Басқа адамдарда шаруасы жоқ. Ал осы екі салада бірдеме жасайтын болса, бұл миллиондаған адамдарға байланысты. Сондықтан ең бірінші үгіт жұмысы керек, насихат жұмысы керек. Осыны қолға алмағантын. 11 жылы жаңа термомодернизация үйлерді жасау керек. Шығыс Европаның бұл жерде үлкен тәжірибесі бартын. Біз өзіміз 2009 жыл барып келіп, сол жерде көріп келгенбіз. Польшада, Латвияда қалай жұмыстар істеліп жатқан. Шығыс Европаны мысалға алатын орны да бар. Олар да біз сияқты кезінде социалистік мемлекет болған, мемлекеттік үй басқару конторлары болған. Сондықтан бір былайша келген кезде бір шапаннан шықтық деуге болады. Бір шапан жамылып жүргенбіз. Польша болсын, Латвия болсын, басқасы болсын. Барлығының мәселесі ортақ дейсіз ғой? Иә, бәрімізге бірдей мәселелердің барлығы сондай болатын. Бірақ олар әлдеқайда алдыға кетіп қалды да, дамып кетті. Біз сол әлі әңгімелесіп отырған әңгімемен ғана қалдық. 11 жылы бағдарлама қабылданды. Ақша бөлінді мемлекеттік бюджеттен, бірақ іске асыру дұрыс болмады. Ереже дайындалмады. Мен айтқам, ереже жасайық. Әкімдердің міндетін, министрліктің міндетін, одан кейін үй иелерінің, пәтер иелерінің міндеті қалай болу керек. Жаңағы кооперативтердің міндеті қандай болу керек. Осылардың барлығын жазып, халыққа жақсылап үгіттеп, насихаттап жеткізейік, сонда мақсаттарына жетеді бұл бағдарлама деп. Өкінішке орай, жаңағы ақшаны қалаларға бөліп бере салды. Енді қаланың әкімі, мен өзім қала әкімінің орынбасары болғам, қала әкімінің басына ұртатын ең біріншіне қаланы абаттандыру. Мына ғимараттардың сырты. Содан жаңа бөлінген ақшаны алды да, ол тұрғын үй, көп қабатты тұрғын үйдің сыртын сылай салды. Оған ана Астанада министр келуі мүмкін, облыстан әкім келуі мүмкін, сыртын әктейсіса болды, сылайсыса болды. Сылайды да, одан кейін үйдің ішіне кіреді, үй пәтер иесіне айтады. Сенің мойныңда кредит бар, соны қайтар. Үй пәтер иесі әрине бірінші қатарда сұрайтын. Не үшін төлеуім керек дейді. Сыртын әктеп берді. Одан маған қандай пайда бар дейді. Сонымен әрине көпшілік кредит төлегісі келмеді. Жақсы, мынау жаңағы үйге қайта оралайықшы. Күйшігена 37-ші үйде. Сонда 2012 жылы біз пилотты режимді бір үйді жасадық. Осы Астана қаласында Күйшігена 37 үйді. 5 этажды, 108 пәтерлі, 8 подъезі бар үй. Бірақ ең бірінші, жаңағы мен айтқан үгіт насихат жұмысын 4 ай жүргіздік. Қаңтар айының 1-нен бастап сәуір айының аяғына дейін. Халықпен қайта-қайта кездесіп, түсіндіріп, айтып, көрсетіп, слайдтарды көрсетіп, әңгіме қылып,
содан кейін барып сәуір айында сол үйдің тұрғындарының көпшілігі айтты, жақсы, біз келістік, келісім шартқа отырайық деп, сөйтіп барып істеу керектін. Сонда ол үйдің күрделі жөндеуден өткеннен кейін, бүгінгі күнге дейін ол үйді жылуға 1,5 есе ақша аз төлейді. 1,5 есе. Мысалы бір үй басқа жанындағы үйге қарағанда да. басқа бұрынғы өзінің төлеміне қарағанда, жанындағы үйлерге қарағанда, неге десеңіз, сондай өзі принципі болатын. Электроқуатқа 20% төмен, ыстық суға 20% төмен, одан кейін ол үйді пәтерлер 1,5 есе бағасы өсті. Әрине, сатып алатын адам анандай тиімділігін көргеннен кейін сұранысы көп ол үйге. Осы жақында ғана барып қайттым, мен өз көзіммен көрдім. 11-12 жыл болды сол күрделі жөндеуден өткен. Әрине, кішкене шаршақырақ маған, қайшы айтқанмен 11-12 жыл болды. Бірақ 90% тура советімен тұр. Тура сондай принциппен басқа үйлерді жасауға болатын. Мен сіздерге айтайын, бұл күрделі жөндеуді сол үйді біз шілде айында бастадық, қараша айында бітірдік. Келесі 13 жылы сол үйдің маңайындағы 20 шақты үйдің тұрғындары келді бізге. Бізге де істеп күрделі жөндеу өткізіп беріңізші деп. Енді біздің қолымызда ақша жоқтын, әкімшіліктен барып ақша алып келіңдер. Біз жасауға, ұйымдастыруға дайынбыз дедік сіздермен бірге. Міне, үгіт насихат жұмысының арқасы. Қайша құлағына айта бергенмен, өз көзімен көргендей болмайды. Өз көздері көріп отыр. Тура сондай, мен сіздерге айтайын, жаңа ауыл шаруашылығында ауыл тұрғындардың кооперациясы сондай болу керек. Жаппай 166 ауданда 2174 ауылда кооператив құрамыз деген ол бос сөз. Құмға құйған су сияқты болады. Бір-екі ауданда, бір 20-30 ауылда кооператив құру керек та, пилотты режимде. Содан кейін сол тәжірибені насихаттау керек. Міне, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында да сондай. Хорошо, продолжим наши вопросы. Когда и сколько раз должен делаться ремонт в многоквартирном жилом доме, как вы думаете? Очень хороший вопрос. Мы тоже здесь подходили. Вообще, если говорить, почему я так начал активно заниматься ЖКХ, во-первых, по базовому образованию я инженер-механик по ремонту машин, заканчивал сельхозинститут. Но вот именно эксплуатация, содержание, ремонт машин и содержание, ремонт многоквартирного жилого дома – это очень близкие темы. Очень близкие. И, кстати, я скажу так. Вот я все время сравниваю машины и автомобили и многоквартирный жилой дом. Вот давайте вспомним. Для того, чтобы управлять автомобилем, человек должен пройти обучение. Раз. Получить права. Ну, называем права, фактически сертификат или лицензию. Два. За каждое нарушение огромные штрафы. Три. Ежегодно надо проходить техосмотр, и за это надо платить деньги. Хоть кто-нибудь отказывался платить за техосмотр машины? Ничего подобного. Как миленькие, все проходим техосмотр и все платим. Представляете, вот с автомобилем обучение, права, штрафы за нарушение, техосмотр ежегодно и платим деньги. Многоквартирный жилой дом такой же сложный, если не более сложный, чем автомобиль. И тем более тоже несущий в себе угрозы для безопасности, здоровья и жизни человека. В Караганде взорвалась квартира. Там же ведь люди погибли. А могло быть еще хуже. ТЭЦ в Экибастузе. Сколько людей пострадало? Но почему-то у нас считается, что многоквартирным жилым домом может управлять любая пенсионерка. Независимо от образования, независимо от квалификации. А это сложный технологический объект, еще раз говорю. Вот вы задали очень правильный вопрос. У нас в стране нет таких правил. Когда, что и как. Вот по ремонту машин были четкие правила. Допустим, тот же трактор или комбайн должен служить 10 лет. И за эти 10 лет каждые 3 года должен проходить капитальный ремонт. Точно так же мы посчитали, капитальный ремонт в жилом доме примерно должен проводиться 1 раз в 25 лет в обязательном режиме. Вот, допустим, в той же Германии, если срок пришел менять электропроводку в доме, никто не спрашивает хозяина квартиры. Заходят, меняют электропроводку, за собой делают ремонт и все. Это обязательство. Потому что электропроводка общая. Если она загорится у тебя в квартире, сгореть может весь дом.
И 10 хозяева 10 квартир или 100 квартир могут пострадать. Поэтому здесь должны быть справедливые, но жесткие правила, жесткий закон и жесткие требования. Түсінікті. Бір көрермен сауал қойған екен, неліктен барлық тұрғын үйлерді жасауға болмайды, қаражат жағынан тұрғындарға қиыншылық тудырмайды ма деген сауал. Әрине мен өз бір мысалымды айтып кетейін. Мынау қалада Шәкәрім Құдайбердіұлы 14-ші үйде өз бар жоғы 2 подъезд, тұрғындары өз қалталарынан ақша шығарып, бірінші этаж бен 5-ші этажға дейін ремонтын жасады. Бірақ мына ортақ мүлікті ұстауға төлейтін қаражаттың, жаңағы сіз айтып кеткен пәтер иелері кооперативі жұмсалатын, жаңағы жиналатын қаржыны олар көрмейді, қайда кетіп жатыр ол қаржы. Бірақ жаңағы пәтер иелері кооперативі бар. Олар жаңағы айтқан оси деп отырмыз ғой, меншік иелері, мүлік иелерінің бірлестігін құра алмай отыр. Ол үшін не істеу керек? Сұрағыңыз өте орынды, өте жақсы. Бұған мен жауапты 2012 жылы берген. Біріншіден айтарым, әрине кез келген үйді керемет қылып жасап қоюға болады. Тіпті 70 жыл бұрын салынған үйге видео, жаңағы бейне бақылау, басқасын есік алдына тіпті бақша егіп та қоюға болады. Тіпті мен қалжыңдап айтатым, тиісті уақытта басқару компаниясы мүмкін сағат 4-тің кезде келіп сіздің мысығыңыздың құлағын қасып беруге де ақшасын төлесеңіз болды. Бәріне тек қана ақшаға байланысты. Енді сіз мысалы сондықтан бүкіл үйді сондай жасау. Тіпті анау мына 10 жағалаудағы 50-60 жыл болған үйлерден егерде тиісті күрделі жөндеу жасаса, қайбелден кем емес үй жасауға болады. Бәрі ақшаға байланысты. Осының барлығы мына заңға сәйкес соны жасау керек. Жаңа сіз айтып отырсыз, Құдайберді көшесінде жаңа пәленше неде бірінші подъезді өз ақшамызды жөндедік деп. Дұрыс па? Иә. Ал мен сізге айтайын. Сіз тұрғын үй көмегі, тұрғын үй субсидиясы бар дегенде естідіңіз бе? Естідіңіз бе? Естіген жоқпын. Міне, сіздің өзіңіз естіген жоқсыз. Ал тұрғын үй қатынастар туралы заңда жазылған. Бүкіл жаңағы азаматтарға коммуналдық шығындары егерде өзінің табысынан, мысалы әр аумақта бөлек, мысалы Атырауда ол пайызы кішірек, неге десеңіздер, олардың жалақысы көбірек. Ал Түркістан облысында ол жоғары. Мысалы орташа есеппен 10%-дан асса, сіздің табысыңыз мысалы 200 мың болса, а жаңағы коммуналдық шығындарыңыз 10%, 20%-дан асса, 20 мыңнан асса, сол 20 мың теңгеден асқанның барлығын қалалық бюджеттен төлеуге болады. Соны көпшілік білмейді. Бір. Екінші, осының ішінде айта кетейін, жаңа тұрғын үй субсидиясын алу үшін, енді субсидия тікелей айтайықшы, орысша айтқанда жилищное пособие дейді. Жаңағы тұрғын үй қатынастар туралы заңның ішінде көрсетілген. Ол 97 жылдан бері бар. Халықтың көбісі білмейді оны. Оған не кіреді? Сіздің төлемдеріңіз коммуналдық, жылу, су, ыстық су, электроқуат, тіпті телефонның айлық ай сайын төлейтін абонплатаңыз кіреді. Жаңағы пайдалану туралы төлемдеріңіз, КСК дейміз ғой, эксплуатационный, ол да кіреді. Одан кейін алдын ала келешекте болатын күрделі жөндеуге жаңа жинақ ақшасы, ол да кіреді. Өткен күрделі жөндеудің ақшасы онда кіреді. Соның барлығын жинап кеп, ай сайын, соның сомасы барлығы жаңағы тиісті 10%-дан асса сіздің табысыңыз, соның үстіндегі ақшаның барлығын жергілікті бюджеттен талап етуге болады. Жергілікті бюджет міндетті түрде. Бірақ өкінішке орай жаңағындай тұрғындар соны білмейді. Мысалы шатырдан су ағады, соған ақша жинайды. Жаңағы орысша айтқанда целевой взнос дейді ғой, мақсатты жаңағы жинақ. Егерде бір труба жарылып атса, бірінші этаждан 5-ші этажға дейін, бірінші қабаттан 5-ші қабатқа дейін, оған ақша жинайды. Ол ақшаның барлығы есепте жоқ. Ал егерде сол ақшаның барлығы жаңағы КСК-ның, пәтер иелерінің жаңағы несі, кооперативі, ПИК-тің, жоқ болмаса жаңағы мүлік егерлер бірлестігінің жиналатын ақшасының ішінде болса, соның барлығын жаңа төлемдердің барлығына қосып, соны 10% талап етуге болады. 10%-дан асқанның бәрін қала бюджетіне төлетуге болады. Жаңа мен айтқан көшеден 37.
12 жыл жөнделді. 75 миллион теңге талап етті, бүкіл толығымен. Соның 3/1, 25 миллионды біз қалалық бюджеттен алып бердік тұрғындарға. 50 миллион теңге қалды. О жерде 100 шақты квартира. Әр квартираның басына 500 мың, орта есеппен 500 мың теңгеден келді. Біз ол несиені 15 жылға бердік. Тіпті мен жаңа алдындағы сұраққа айттым ғой, күрделі жөндеу 25 жылға есептелу керек. Әр 25 жыл сайын жөндеу бол. Сол егерде ақшаны, несиені 25 жылға берсе, біз 15 жылға бергенбіз. Мен 15 жылға есептейін. 500 мыңды 15-ке бөліңіз. 33 мыңнан. Жылына. 33 мыңды 12-ке бөліңіз. 2,5 мың теңге. Айына. Мен осы жақында ғана барып тағы да айтып отырмын, тұрғындармен сұрадым, кезде сонда айтқандары, 2 бөлмелі пәтерлер 2 мың теңге төлеп отыр қазір, әлі күнге дейін. Ең үлкен 4 бөлмелі пәтер 4 мың теңге төлейді дейді. Әрине, әр тиын қымбат, бірақ 4 мың теңгені бүгінгі күнге шығынға қарағанда айына төлеу, үйінің күрделі жөндеуіне көп па? Әрине, қазіргі бағамен салыстырғанда ол тиын десек те болады. Жалпы қазір көп тұрғындарды мазалайтын бір мәселе, жаңағы біз айтқан КСК пәтер иелері кооперативінен қазіргі ОСИ-ға өте алмай жүрген тұрғындар көп. Ол үшін не істеу керек? Халық өзі жиналу керек. Халық өзі жиналу керек. Мен бір үлкен лауазымды бір адам, енді аты жөнін айтпай қояйын. Сол 12 жылы 8 желтоқсан күні есімде сол үйге апарып көрсеткенде, сол үйдің бәрін қарап шығып, бері шыққанда айтты. Айналайын қалғым-ай, бір 5 этажды 108 пәтерлі үйді сол кооперативтің төрағасын сайлай алмаймыз деген сөз болды. Біз бәріміз сол үйде тұрамыз. Жақсы, қолайлы, жайлы жағдайды, қауіпсіздік жағдайды тілейміз. Бірақ жаңағы ОСИ болсын, КСК болсын, соның бір төрағасын сайлауға қатысқымыз келмейді. Хорошо, следующий вопрос. В чем эффективность перехода от ЖКХ в ОСИ? Ну, не ЖКХ, это ЖКХ, это общее название хозяйства, а это от КСК в ОСИ. Ну, я уже сказал, что ОСИ это тот же самый КСК, только вид сбоку. Единственный законодатель включил, наконец-то, это были наши предложения еще 2012 года, 11 лет тому назад. Я предлагал такое, помните, я вам сказал, ну не нравится вам КСК, назовите его АСК. Ну, назвали его теперь ОСИ. Только в законе теперь четко написали, что один ОСИ может быть создаваться в одном доме, и в одном доме может быть только один ОСИ. То есть вот та старая формула, которая была с 97 года, абсолютно верная, один дом – это один кондоминиум, то есть одно неделимое имущество. Не может быть кондоминиума одного в 2 домах. И один КСК. Вот к этой формуле вернулись. А так, в принципе, это просто другое название, но той же формы управления. Вообще, я скажу так, неправильно было то, что КСК начали заниматься финансово-хозяйственной деятельностью. Они начали заниматься, вот, вначале начали вот санитарной уборкой, там, уборщица мыла полы, там, где-то чего-то лампочки, потом слесари появились, потом сантехники. Вообще вот эти формы управления многоквартирным жилым домом, хоть КСК, хоть ОСИ, вообще не должны заниматься хозяйственной деятельностью. Схема должна быть такой. Общий совет дома, вот этот ОСИ, на конкурсной основе должен отобрать профессиональную управляющую компанию. Я же уже говорил, почему для того, чтобы управлять автомобилем, надо права, надо лицензию, всякое такое. А вот считается, что управлять многоквартирным домом может любой человек. Неправильно. Вот они отбирают управляющую компанию. Кстати, в мире, во многих странах мира, управление многоквартирными жилыми домами относится к особым видам лицензируемой предпринимательской деятельности. Лицензируемой. Я еще раз говорю. Потому что безопасность жизни и здоровья людей. Управляющая компания управляет по поручению ОСИ этим домом, но привлекает к содержанию сервисной компании. Содержание может быть техническое, это вот ремонт труб, там, допустим, да, замена лампочек, там где-то стекла разбили, где-то там штукатурка отвалилась, надо подмазать, подкрасить. Это подготовка к отопительному сезону, там промывка труб, там много чего по дому надо делать.
Вот этим должны заниматься сервисные компании по техническому обслуживанию. Но кроме этого есть санитарное обслуживание. Санитарное обслуживание – это вот мыть полы, там, пыль вытирать, там, всякое такое. Кроме этого, есть еще обязательные вещи, которые тоже связаны со здоровьем людей. Дератизация, борьба против крыс, мышей. Дезинфекция, борьба против микробов. И дезинсекция, борьба против летучих всяких насекомых. Знаете, сколько у нас в подвалах комаров? Хорошо. Мухи. Вот этим должны заниматься тоже профессиональные компании. Хорошо, следующий вопрос. А нужно ли платить председателю УСИ заработную плату? Ну, Спрашивают. это как решат люди. Это добровольно чисто, я считаю так. Конечно, это занимает определенное время у председателя ОСИ. Он бегает, собирает людей, там, собрания, потом бегает, проводит, допустим, тот же тендер, вот по моему предложению, как бы, если это нормально делать, отбирает эту управляющую компанию, заключает с ней договора, всякое такое. Конечно, этот труд должен, ну, никто бесплатно это делать не будет. Это надо закладывать в смете расходов. Вот здесь вот, кстати говоря, вот с управляющей компанией, я считаю так, что от лица всего многоквартирного жилого дома договора на теплоснабжение, водоснабжение, на электроснабжение, на газоснабжение, я считаю, должна заключать профессиональная управляющая компания. А не так, как сделали в 1997 году, когда придумали вот эти публичные договора, и каждый из нас, хозяин квартиры, считается, что мы заключаем договора с теплотранзитом, с водоканалом. Это, я считаю, неправильно. Почему? Потому что если возникает какой-то спор, ну вот представьте, с одной стороны сидит теплотранзит, где есть профессиональные юристы, есть финансисты, есть технологи, а с этой стороны, скажем так, условно, хозяйка квартиры балерина. Каковы шансы у балерины выиграть спор у теплотранзита? Я думаю, 0,0. А вот если при возникновении такого спора на этой стороне теплотранзит со всеми своими кадрами, на этой стороне управляющая компания профессиональная, тоже с юристами, финансистами и так далее, я думаю, шансы будут равны. Түсінікті. Жалпы осы тұрғын үйді күтіп ұстау үшін жаңағы жиналатын қаржы бар ғой, жаңа пәтер иелері кооперативі болсын, жаңағы айтқан ОСИ-міз болсын, жаңа айттық қой, мынау мүлік иелері бірлестігі. Сол қаражат кім оны есептейді, қанша болу керек? Мысалы үшін қазір бір үйлерде 60 теңге, бір үйлерде 120 теңге деген сияқты. Ол қайдан алынады сол баға? Өте орынды сұрақ, кезінде жаңағы мен 2012 жыл өз тәжірибемде қайтып келіп жатырмын ғой. Біз ол кезде бір формула шығарамыз. 3 рет 50 теңгеден деп. Бірінші 50 теңге жаңа пайдалану үшін, жаңа КСК-ның ақшасы. Екінші 50 теңге ол ана келесі алдағы күрделі жөндеуге ақша жинағанда 50 теңге. Үшінші 50 теңге, егерде бұрын оның алдында 5 жыл, 10 жыл бұрын күрделі жөндеу болса, соның несие қайтару. Ол әр шаршы метрге. Мысалы, пәтеріңіз 50 шаршы метр болатын болса, 50 теңгеден 2,5 мың теңге, үшеуіне 7,5 мың теңге ақша болу керектен. Оны біз қайдан есептеп таптық? Өзі тиісті жұмыстар бар. Мысалы, сағаты, қанша сағатта жөнделеді, жаңағы пол жуылады, шан сүртіледі, труба ауыстырылады, жаңағы дератизация, дезинсекция, дезинфекцияны айттым, басқасы. Соның бәрін есептеп келіп, орта есеппен уақыты бәрі көрсетілген. Кезінде, Кеңес одағы кезінде бұған бақандай ғылыми зерттеу институттары хронометраж жасап, барлығын жасап, уақытын есептеген, соның барлығын қазіргі жалаққа есептеп, 12 жылғы жалаққа біз сөйтіп 50 теңге деп шығарғанбыз. Менің ұсынысым бойынша ең төменгі минималды деңгейді заңда көрсету керек. Жаңағы үйдің ішінде жайлы, қауіпсіздік жағдаймен өмір сүру үшін ең төменгі төлем мысалы 50 теңгеден төмен болмау керек. Оның үстіндегі ол тұрғындардың қалауына байланысты. Жаңағы айтып отырмын ғой, видео бақылау қойғымыз келсе, жоқ болмаса қосымша бір ауа тазартқыш қойғымыз келсе, жоқ болмаса басқа жағдай. Жаңа айттым ғой, мысығымыздың келіп сағат 4-тің кезде құлағын қасып кететін кезде керек болса, тіпті азық түлік әкеп беруге де ұйымдастыруға болады.
басқару компаниялары арқылы. Енді осы жерде жаңа жарайды бағаны өздері тұрғын үй мынау тұрғындар шешсін, ал сол жиналған қаржыны ай сайын сол ақша қайда кетіп жатыр, кімнің қалтасына кетіп жатыр, немесе қандай сервистік қызметке көрсетіліп жатыр дегенді бақылау заңда көрсетілген ба? Міндетті түрде. Соны айтып Ол өтсеңіз. мысалы Қысқа. жаңағы бірлестіктің төрағасы бар, екінші ревизиялық комиссия бар. Тура сол үйдің жаңағы тұрғындарының өздерінен мысалы құрайды. Сол комиссия төрағаның жұмысын тексеріп тұру керек та, бүкіл халыққа жылына бір рет есеп беріп тұру керек. Түсінікті, рахмет. Как мы видим, вопросов в этой сфере очень много. Касательно теплотранзита. Почему владельцы должны платить за отопление, если это же тепло является побочным продуктом выработки электроэнергии? Спрашивает. Ну, я тоже в свое время шутил, говорил так. Да, действительно, у нас ТЭЦ работает, в основном его главная продукция – это электрическая энергия, а горячая вода, она нагревается для того, чтобы выработать электроэнергию. Я шутил так. Вообще, говорю, за тепло, вот, которое подается в дома, не граждане должны платить теплотранзиту и ТЭЦу, а ТЭЦ должен платить гражданам за охлаждение воды. Ну, это я так шутил. Но в любом случае есть затраты, есть трубы, которые лежат от ТЭЦ, за которые отвечает теплотранзит, доходят до дома. Внутри дома есть стояки общедомовые, их надо содержать, есть транспортировка, работают насосы. Эти насосы тоже потребляют электроэнергию для того, чтобы качать это тепло в наши дома. Для того, чтобы за всем этим следить, должны люди, слесари, инженеры, технологи. Это все затраты. Конечно, она должна оплачиваться. Тағы бір сұрақ. Қазір Астанада тозығы жеткен үйлер көп. Оларды жаңғыртуға үкіметтен қолдау керек пе дейді. Одан да мүмкін жаңа үйлер салған дұрыс па, сіздің пікіріңіз? Ондай да ұсыныстар болатын, бірақ менің бірге есептейік. Қазір Қазақстанда 20 миллион азамат бар. Оның 8 миллион ауылдық елді мекендерде тұрады, 12 миллион осы қала не болмаса кенттерде тұрады. 12 миллионға ең төменгі есеппен норматив бойынша 12 шаршы метр беру керек адам басына. Сонда 144 миллион шаршы метр тұрғын үй керек. Бүгінгі күні Қазақстанда жылына салынатыны, бірақ бұл жерде де өтірік көп. Мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының статистикасында дәл ауыл шаруашылығының статистикасы сияқты өтірік көп. Жылда 10 миллион шаршы метр салынады дейді. Бірақ оның 8 миллионы жекеменшік салынады дейді. Мемлекеттік тарапынан 1,5-2 миллион шаршы метр салынады. Ал енді есептеңіздер, 144 миллион шаршы метрді 2 миллионға бөлейік, сонда 72 жыл керек. Қайтадан толығымен ауыстырып шығу үшін бұрынғысы. Ол өзі де кезең-кезеңімен солай болады. Бірақ бүгінгі бар үйлердің барлығын біз тиісті жағдайда сақтап қалу керек. Күтіп ұстауымыз керек дейсіз ғой. Дұрыстап, бүгінгі күнгі өмір сүру жағдайын жаңа қайтадан айтамын, жайлы және қауіпсіздік жағдай жасауымыз керек. Оған мемлекеттің міндеті, меніңше, тиімді ережелерді әзірлеп, бастапқы несие беруге жағдай жасау бюджеттен. Ал түбінде бұл ақшаның барлығын ауыл шаруашылық саласы болсын, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы болсын, бұл екі салаға да несиені беру міндеті, ол өзінің тиісті жүйесі бар. Екінші деңгейдегі банкілер. Жалғыз бюджеттің жағдайы жетпейді. Бірақ мемлекет сол банкілердегі бар ақшаны осы екі салаға тарту үшін жағдай жасау керек. Бастысы дейсіз ғой. Тағы бір сұрақ. Қазір өз подъезімізге ремонтты өзіміз жасап жатырмыз дейді, ақша жинадық дейді. Енді лифтті ауыстырайық деп тапсырыс беріп едік дейді. Тек келесі жылы бюджетте қаралады деген сылтау айтылды. Маңыздысы адамдардың қауіпсіздігі емес пе дейді. Әрине, бірақ бір есебіміз бойынша мен ұмытпасам, Қазақстанда сол 12-13 жылы 10 мыңға жуық лифт бартын. Сол кезде бір лифтті ауыстыру 5 миллион теңге, 6 миллион теңге болады. Енді қазіргі бағаға келген кезде кемінде бір 4-ке көбейте беріңіздер. Сонда бүкіл лифт ауыстыру үшін бір 200 миллиард, 300 миллиард теңгедей ақша керек. Жалпы мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын толығымен жөнге келтіру үшін тек қана мына жылу, су, электрқуат, кәріз жүйелерін ауыстыру үшін, тозған жүйелерін ауыстыру үшін
қазіргі ақшамен бір 20 триллион теңгедей ақша керек. Сондықтан бюджеттің ақшасы бұған жете бермейді. Ал мені таңғалдыратыны болса Астанамызда да бар, басқа қалаларда бар. Мына лифтіге ақылы жүру. Менімше бұл ойға сыймайтын нәрсе. Ол дәл бір күні мүмкін көп қабатты үйдің ана сатысының өзіне шлагбаум қойып қойып, сатыдан өттің, ақша төлеуге де жететін шығармыз. Ол міндетті түрде күнделікті жұмыс істейтін болу керек. Бірақ сол лифтіге қарасты шығынды сол жаңағы ай сайын үйді пайдалану шығынның ішіне кіру керек. Бірақ жаңа тағы да айтып отыр. Өз подъездімізді жөндеу үшін ақша жинадық дейді, лифтіға тағы да дейді. Соның барлығын егерде жаңағы КСК-ның, ОСИ-дің ақшасының ішіне заңды түрде кіріп отырса, сонда бюджеттен жаңағы тұрғын үй субсидиясын алуға болады. Құжаттары көп дейді. Керекті жинайтын. Жай сөз ол. Ұмытпасам бір 8-9 құжаттың. Соның біреу ғана ай сайын ауысып тұратын. Қалғаны өзі мысалы үйдің құжаты, басқа санасы, мынасы, ол күнделікті өз қалтада жататын нәрсе. Сандықтың түбінде. Ауысып тұратын екі құжат. Біреуі жұмыс істейтін жұмыс орныңыздан жалақы туралы справка, анықтама. Екіншісі, егерде зейнеткер болатын болса, жаңа зейнетақы алып отқан ол туралы да анықтама. Екі құжат ай сайын ауыстырып тұрады. Басқа еш нәрсе керек жоқ. Оны біреу қолға алып көрсету керек қой, негізі. Енді біз көрсеттік қой 12 жылы, күйше дейін 37. Ал мынау қазір көптеген мынау ескі үйлерді алсақ та, жаңа үйлерін алсақ та, көбісінің астында дүкен, немесе мынау шатырларына жарнама іліп жатады. Одан пәтер иелерінің кооперативі, бұрынғы КСК, қазіргі ОСИ қаражат жинайды, менің білуімше. Сол қаражат заңды ма алып жатқаны? Егер ол қаражатты мына тұрғындар білу керек па, ол қайда жұмсалу керек? Басқа бөлек ақша, менің ойымша, өзі бір арнайы сол жаңа кәсіпкерлерден жинайтын ақша болмау керек. Ол өзінің жаңа дүкеннен, өзінің көлеміне байланысты, алаңына байланысты, алып отқан алаңына тәуелді жаңа байланысты, соншама ақша жаңа үй пәтер иелерінің төлемімен бірдей болу керек. Егерде біз ерекше басқаша бірдеме жасайтын болсақ, сол жерде жаңа сыбайлас жемқорлықтың басталатын содан. Мысалы, дүкеннің алаңы 200 шаршы метр болатын болса, ал бір пәтердің алаңы 100 шаршы метр болатын болса, сол дүкеннен жаңағы пәтердің иесінен көрі екі есе ақша көп жиналу керек. Ол да мүлік иесі, сол кондоминиумда, сол үйде тұрған мүлік иесі. Ол да тура сондай суды пайдаланады, ол да тура сондай электроқуатты пайдаланады, ол тура сондай кәрізбен пайдаланады. Сондықтан оның бір ерекшелік дәнеңесі жоқ, кәсіпкердің атынан басқа. Сондықтан бір басқа бір ерекше бір тариф қойып, оны бір 5 есе артық төлесін, 3 есе артық төлесін деген ол дұрыс емес деп есептеймін. Рахмет, Төлеутай Сатайұлы. Бүгінгі біздің эфиріміздің уақытынан асып кеттік әрине. Алдағы жұмысыңызға, сайлаушыларыңыз тарапынан, тыңдармандарыңыздан жаңа әлеуметтік желіде рахметімізді айтамыз. Спасибо, что были с нами. А мы хотим сказать, что завтра в это же время у нас будет прямой эфир. Всем всего доброго, до свидания. Спасибо большое всем. Баршаңызға көптен көп рахмет. Баршаңызға тілейтінім, ең біріншіден әрине денсаулық, ашық аспан, еліміз тыныш болсын. Соның ішінде жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың дамығанның арқасында көп қабатты үйлерде өмір сүру жағдайы жайлы және қауіпсіз болсын. Ауылдың төрге шығатын уақыты келді. Ауыл үшін, ауыл партиясы үшін, мен Төлеутай Рахымбек үшін екінші сайлау округ Астана қаласы бойынша мәжіліске депутаттығына кандидаттыққа түсіп жатқан, мен үшін дауыс беріңіздер. Большое вам всем спасибо за активное участие. Всем хочу пожелать доброго здоровья, больших успехов, процветания нашей стране, хорошего, качественного жилищно-коммунального хозяйства, всем безопасных, комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах. Пришло время голосовать за партию АУЛ. Голосуйте за партию АУЛ.
Голосуйте за меня, за Толеутая Рахимбекова, кандидата в депутаты Мажилиса парламента по избирательному округу номер 2 города Астана, в который входят Есильский и Саракинский районы. Спасибо вам всем.